Құндызға қатысты сұмдық белгілі болды. Журналист Руслан Өтепбай әлеуметтік желіде тарап жатқан Құндыздың жағдайына байланысты алаңдаушылық білдірді. Ол Тараз қаласындағы жауапты мемлекеттік органдарды бұл жайтты назардан тыс қалдырмауға шақырды. Бұл туралы Politico.kz, sn.kz ақпарат порталына сілтеме жасап хабарлайды. Желіде баланың қолы мен аяғы, сондай-ақ аузы скотчпен байланғаны көрінетін фото жарияланған. Оқиғаның мән-жайын анықтау мақсатында журналист Құндыздың қамқоршысы Зүлфиямен тілдескен. Алайда қамқоршының жауабы Руслан Өтепбайдың күдігін сейілтпеген. Байлаған мен емес деп отыр. Бірақ айтқандары бір-біріне сәйкес келмейді. Мен бұл сөздерге сенбеймін, дейді ол. Осыған байланысты журналист Тараз қаласының қорғаншылық және қамқоршылық органдары мен полиция департаментін жағдайды жан-жақты тексеруге шақырды. Сондай-ақ Руслан Өтепбай бұл істі жеке бақылауына алатынын айтып, жақын уақытта Тараз қаласына баруды